Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы мәтіннің интеграциясы мен аяқталуы. Жоспар. Мәтін интеграциясы туралы ұғым, мәтін интеграциясындағы лексикалық деңгей бірліктері, мәтін интеграциясындағы морфологиялық деңгей бірліктері, мәтіндегі тақырып пен эпиграф. Интеграция латын тілінен аударғанда орнын толтыру, тұтас дегенді білдіреді. Жекелеген, дифференцияланған бөлшектердің тұтасқа байланыс жағдайын білдіретін жүйелер теориясының ұғымы. Интеграция мәтіннің барлық компоненттерінің бір тұтастыққа бірігуі. Мәтін бөлшектері бір тұтасқа қалай бірігетіндігін түсіну үшін интеграция ұғымын анықтау қажет. Мәтінге қатысты интеграция әрі үдеріс, әрі нәтиже. Жекелеген күрделі фразалық тұтастық мағыналарын, жекелеген тараулардың мазмұнын бір тұтастыққа біріктіре келіп, интеграция бұл бөлімдердің қатысты автосемантиясын бейтараптандырып, оларды шығармада жинақталған ортақ ақпаратқа бағындырады. Интеграция мәтіннің бөлінбес категориясы болғандықтан, ол мазмұндық фактуалды, ең бастысы мазмұндық концептуалды ақпаратты сабақтастыра пайымдайды. Интеграция үдерісінің өзі мазмұндық концептуалды ақпарат үшін мәтін бөлімдерін іріктеуді керек етеді. Гальперин когезия мен интеграция категорияларының араларын шектейді. Бұл ұғымдар өзара шарттас, бірақ айтылу формалары мен құралдары тұрғысынан әртүрлі. Когезия мәтінді бір контексті вариациялық мүшелеуден басқасына өткенін анықтайтын мәтіннің жекелеген бөлімдерінің арасындағы байланыс формалары. Грамматикалық, семантикалық, лексикалық. Интеграция мәтіннің тұтастығына жету мақсатында оның барлық бөлімдері мен компоненттерін біріктіру. Интеграцияның когезия құралдарымен жүзеге асырылуы мүмкін, дегенмен ассоциациялық және пресуппозициялық қатынастарда да құрылады. Когезия логикалық, тілдік, синтагматикалық үдеріс, сондықтан желілі. Интеграция логикалық, психологиялық категория. Парадигматикалық үдеріс, сондықтан тік және көлемді. Көлемі шағындау мәтіндерде когезия интеграцияны толық қамтамасыз етеді. Бөлімдердің байланысы мен өзара шарттылығы айқын. Когезия ірі үзінділер мен бөлімдерде, көркем мәтіндерде айрықша көріне қоймайды. Ғылыми және іскерлік мәтіндерде интеграция үдерісі мен оның нәтижесі алдын ала бағдарланады. Әдеби көркем мәтіндерде интеграциялау тәсілінің тіпті автордың өзі үшін де тосын болуы мүмкін. Әдеби шығарманың интеграциясын қабылдау сол шығарманы бірнеше рет оқуды қажет етеді. Оқыған сайын оған басқаша көзқарас тұрғысынан қарайды. Интеграция үдерісі әсіресе мазмұндық концептуалды ақпарат ашылмаған поэтикалық мәтіндерде байқалуы өте қиын. Мұнда интеграция фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистік, бейнелік құралдардың көмегімен жасалады. Тураеваның пікірінше интеграция дегеніміз түрлі деңгейдегі лексикалық, морфологиялық, синтаксистік бірліктерді байланыстыратын иерархиялық қатынастардың әрекетімен, екіншіден өзара әрекеттестігінде терең және үстіңгі құрылымдарды қамтитын байланыслық категориясының әрекетімен, үшіншіден мәтінде басқаша мән алатын тілдік бірліктердің өсуімен қамтамасыз етіледі. Келесі тақырыбымыз мәтін интеграциясындағы лексикалық деңгей бірліктері. Лексикалық деңгей бірліктері
Мәтін интеграциясында үлкен роль атқарады. Мәтінде сөздің ықтималды көп мәнділігінің өткерілуі жоғары рангалы бірліктер ретінде мәтіннің байласымының нәтижесі. Стилистикалық тұрғыда бейтарап сөздің поэтикалық мәтінде, басқа мәтіндерде өзіне тән емес коннотация алуы, ал бейтарап контекстке енген поэтикалық сөздің тұтас абзацты асқақтатуы мүмкін. Күрделі құрылымдық бірлік ретінде мәтінге сөзді интеграциялау сөздің көркем шығармада түрлі функцияларда қолданылуында мүмкіндік береді. Сөз кейіпкердің белгісі ретінде көрінеді. Лексикалық бірліктер кейіпкердің сөзінде өздік емес төл сөзде әңгімешінің сөзі тұрғысында қолданылады. Сөзде негізгі немесе бірінші кодтық мәнмен қатар бүкіл мәтін жүйесінде ғана түсінікті болатын екінші кодтық мәні пайда болады. Екінші кодтық мән мәтіннің мазмұнынан ғана емес, оның контекстуалды, жағдаяттық, энциклопедиялық ақпаратпен әрекеттестігінен құралатын мағынаны қалыптастыруға қатысады. Кейіпкердің сөзіне енген лексикалық бірліктер кейіпкер туралы қосымша ақпарат жеткізу құралы болуы мүмкін. Үшінші тақырыбымыз морфологиялық деңгей бірліктері. Морфологиялық деңгейде интеграциялық қатынастар әрекеті етістіктің шақ түрінде айқын байқалады. Мәтін деңгейінде шақ түріндегі тұлғалар интеграциялық қатынасқа түседі. Олар көркем уақыт айтылымына, әңгіме айтушының көзқарасын қалыптастыруға, әңгімешінің уақыт позициясын өзгертуге, авторлық уақытты кейіпкердің жеке уақытына ауыстыруға және тағы басқаларға қатысады. Етістіктердің шақ түр функциясы шағын жанрлы шығармаларда композицияның төрт түрін шектеуге мүмкіндік береді. Бірінші жабық композиция етістікпен басталып аяқталады, оқиға уақыт ағымынан тыс, бұрынғы соңғы оқиғалардан бөлініп қалған сияқты болады. Екінші ашық композиция, онда етістіктермен аталған ауыспалы оқиғалар бұрынғы және кейінгі уақытқа тарап кеткендей, сөйтіп оқиғаның қайталанып тұратын үйреншікті екенін білдіреді. Үшінші және төртінші композициялық типтер аралас, қарқынды басталып, соңында уақыт жағынан тарап кетеді, оқыс күтпеген әсер қалдырады. Келесі тақырыпшамыз мәтіндегі тақырып пен эпиграф. Интеграция мен аяқталу категориялар өзара байланысты және шарттас. Біз қабылдайтын әлем суреті үнемі қозғалыста болып өзгеріп отырады. Автордың пікірінше, тақырып дамуынан нәтижеге жетсе, онда мәтіннің аяқталғаны. Әртүрлі мәтін атаулары имплицитті формада негізгі ойды, идеяны, мәтін авторының концепциясын білдіреді. Ғылыми мәтін атауы негізгі мазмұнын анықтап тұрады. Көркем мәтін атаулары мазмұндық концептуалды ақпаратпен байланысты. Гальперин атаулардың келесі түрлерін ажыратады. Символ түріндегі тезис, цитата, хабарлама, әңгімелеу түрлеріндегі атаулар. Эпиграф көркем мәтіннің оқырманның назарын бастапқы мәтінге аударып, ассоциациялар желісін дайындайтын компонент. Эпиграфта қос бағыт, бастапқы мәтін және жаңа мәтін болады. Эпиграф пен мәтіннің арасында өзара бағытты байланыс бар.
эпиграф мәтіннің терең құрылымын ашады, ол эпиграфқа тереңірек үңілуге, жаңа ассоциация тудыруға, оның тезаурысы негізіндегі идеялар мен түсініктерге жан бітіруге ықпал етеді. Осылайша тақырып пен эпиграфты дұрыс түсіну интеграциялық қатынастар әрекетімен және тұтастық ретінде мәтінмен тығыз байланысты. Ол сондай-ақ контекстті кең түсінумен, оқырман мен автордың жалпы білімінің пресуппозициясымен байланысты. Мәтіннің аяқталуына эпилог пен соңғы сөз де белгілі дәрежеде әсер етеді.